Мәсәлу ма бағасаниллаху бихи минал илми вал худа. Аллах Тағаланың менімен бірге жіберген тура жол мен білімді мысалға келтіретін болсам дейді, бір нәрсеге ұқсатып сендер түсінетіндей. Кәмәсәли ғойсин. Мен оны нөсер жаңбырға ұқсатамын дейді. Қараса, мен әкелген тура жол мен білім дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, жаңбырға ұқсайды дейді. Нөсер молынан жауатында жақсылықта. Содан сол жауған кезде асаба ардан бір жерге барып жауды дейді ол. Жаңағы жерде 3 түрлі жердің түрі бар дейді. Содан бірінші түрі кана минха ардун тойибатун. Бір жер сондай сапалы, құнарлы дейді. Қараңыз. Сапалы, құнарлы, иманға мысал беріп жатыр да. Сапалы, құнарлы. Қобилатил маа. Жаңбыр жауған бетте сіңдіп алады дейді бойына. Раббымнан келді ғой деп. Қараңыз. Ва амбатат ал-калаа вал ушбал касир. Сондай қаншалаған шөптерді малға да керекті, өсімдіктер сендерге керекті. Көп өсімдіктер мен шөптерді өндіріп шығарады дейді бірден. Ана білім кірді, пайғамбарымыз әкелген. Білімнен не шығып жатыр? Білімнен жеміс шығып жатыр деген нәрсені көрсетіп отыр. Ва минха ажадиб. Сондай-ақ жаңбырдың құйған тағы бір жері бар дейді. Ол жер бір тастақ, мынандай бір ойық жерлер дейді. Котлован сияқты. Сөйтіп амсакатил маа, суды өзінде ұстап қалған жерлер дейді. Фана нафааллаху биха аннаса. Алла Тағала бұл су арқылы адамдарға пайда тигізеді. Фашарибу минху, адамдар кеп одан ішеді. Ва сақау, жануарларын, малдарын әкеп суарады. Ва зарағу, егіндеріне апарып су тасиды сол жерден дейді. Ва минха ардун ухра, тағы бір жері бар. Иннама хия қиғанун дейді. Ол деген сондай бір тақыр жер дейді. Тақыр жер. Ла тумсику маан, суды да ұстамайды дейді өзінде. Вала тумбиту калаан, өсімдік те шығармайды дейді. Сосын осы мысалды түсіндіреді соңында жұмбақты. Фазалика мәсәлу. Бұл айтып атқан нәрсе мен мысал келтіріп жатырмын. Жаңағы жердің 3 түріне мысал келтірген кезімде бұның мысалы былай дейді. Фазалика мәсәлу мән фақуха фи диниллахи. Әуелгі айтқан жердің сипаты ол сондай бір адамның мысалы, Алланың дінін ұғынған адамның мысалы дейді. Алла Тағаланың дінін ұғынған адамның мысалы дейді. Ва нафааху ма бағасаниллаху бихи. Сөйтіп Алланың мен арқылы жіберген білімі бұл кісіге толық пайдасын берді дейді. Фаалима ва аллама. Сондай-ақ үйренді оны және үйретті дейді. Ва мәсәлу мән. Ал соңғы тақыр жерді мысалға келтіргенім дейді. Ва мәсәлу мән лам ярфа бизалика расан. Мен оған кеп Құранды оқып атқан кезде қойшы деп басын былай тартқан адам дейді. Валам яқбал худаллахи аллази урсилту бихи. Алла Тағаланың мен арқылы жіберген тура жолын қабыл алмады дейді. Қараңыз қалай пайғамбарымыз саллаллаху баяндап жатыр да. Құнарлы жер деген бар, құнарсыз жер деген бар. Құнарсыз жерді біреусіге бөліп берсе, ұнатасыз ба оны? Ұнатпайсыз оны. Өсімдік өспейтін жер болса ол. Сонда біздің де жүрегімізді Алла Тағала жерге ұқсатып жатыр ғой нәрсе. Сапалы жүрек бар дейді. Сапасыз жүрек бар. Құнарлы жүрек бар. Құнарсыз жүрек бар деген нәрсені айтып жатыр да. Қай жердің өсімдігі биіп шыққан кезде сізді қуандырады. Өзіңде неге қонбайсың, өзіңнен де жеміс шығатындай болса сондай мысал.